Қайырлы таң. Таңшолпанның бүгінгі қонағы Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстан театр қайраткерлер одағының төрағасы Тұңғышбай Жаманқұлов. Қайырлы таң, аға. Қайырлы таң. Жаңа жыл құтты болсын, аға. Қой жылында асығыңыз алшысынан түссін деген ниетпен бізімізге ұсынып отырмыз. Ой, бәрекелді. Рахмет. Гүлімізді де қабыл алыңыз, аға. Ырымды жақсы қабылдау. Гүлде дейсің? Гүлде сізге. Мынау жігіттер қыздарға гүл беріп еді, қыздардың жігіттерге гүл бергені. Бұл жаңа жылда бәрі болады, аға. Жақсы нышан болу керек деп ойлаймын. Жаңа жылда жақсы. Бірақ рахмет. Жаңа жылда отбасылық мереке деп жатамыз. Әдетте қалай қарсы аласыздар жаңа жылда? Әр жыл өзінің бір әрине ерекшелігімен есте қалады. Енді мына біздің қазіргі елімізде, жұртымызда кейінгі осы 23-24 жылдан бері жаңа жылдың бәрі бір ерекше болып отыр. Әрбір өзін патриотпын деп есептейтін қазақстандық үшін. Сондықтан жыл сайынғы еліміздің өркендегенін, жыл сайынғы еліміздің аман болғандығын, жыл сайынғы біздің еліміз бүкіл төрткүл дүниедегі елдердің қатарына қосылып, олардың алдында болғанын қалап отыратын кереметтер жылдар көп. Бір ерекше жаңа жыл, бір есте қалған сыйлық, болмаса сол жаңа жылдағы бір қызықты оқиғаны еске түсіре аласыз ба өз өміріңіздегі? 2008 жылы елбасының қолынан парасат орденін алып еленгеніме өте қуаныштымыз. Сол кезде ол енді желтоқсанның аяқ жағында сыйлайды ғой. Бәріміз соған қуанып, өте бір ерекше сезімге пайда болғанымыз рас. Оның ішінде көптеген кейбір рөлдеріміз болды театрдағы. Сондай бір қанағаттылық сезімменен мына жыл жақсы болды деп бір ішкі сезіміміздің гүлдеген жылдар өте көп. Жылқы жылы сіз үшін несімен есте қалды? Шынында жылқы жылы биыл мен үшін, біздің осы театр қайраткерлері үшін десек те болады, театр ардагерлері де үшін деуге болады. Өте бір жақсы ыңғайлы жыл болды деп ойлаймын. Өйткені биыл біз театр қайраткерлер одағының 9-шы съезін өткіздік. Онда үлкен жұмыстар жасағанымызды бүкіл Қазақстанның 54 театрынан келген делегаттар жақсы баға беріп, өте ризашылығын білдірді. Мен үшін өзімнің әріптестерім, жерлердегі, ауылдардағы, облыстардағы, театрлардағы әріптестерімнің біздің жұмысымызға риза болған өте қымбат. Оның үстіне осы тамыз айында мен елбасы Нұрсұлтан Әбішұлымен кездесіп, осы Қазақстан театрларының жағдайын екеуміз отырып сұхбаттасып, ағаның біраз ақыл алғаным өте қуанышты жыл болды, жақсылық болды. Театр қайраткерлер одағы деп өзіңіз айтып отырсыз. Осы одақ түрлі аймақтарда жалпы сан алуан басқосулар өткізеді. Халықаралық театр күніне орай еңлік гүл сыйлығы тапсырылады. Осы еңлік гүлдің өнер саласындағы адамдар үшін марапаттың орны қандай осыны? Мен осы театр қайраткерлер одағының тізгінді алғаннан бері осы жүлде белгіленді де, жерлердегі бүкіл театрдың төңірегінде қызмет жасап жүрген жанкешті менің әріптестеріме жасалынып жатқан үлкен бір сияпат, үлкен бір назар, былайша қалғанда. Мұның қазір орны өте үлкен болып кетті. Енді өзіміз былай үлкен қылып айтайық, ауыз толтырып, мынау шетелдегі шулатып жатқан Оскар сыйлығынан бірде-бір кем емес деп ойлаймын. Өйткені сондай деңгейге жетті. Сол сыйлықты алсам дейтін менің әріптестерім, менің қарындастарым, актерлары бар, басқа театрдың төңірегінде жұмыс істейтін драматургтер бар, тіпті жарық берушілерге дейін осы сыйлықты күтіп жүретін бір жақсы сезімге пайда болдық. Сонда бұның орны өте зор. Қазақстанда шамамен 3000-нан аста актерлар бар. Ал қазақ театр қайраткерлерінің одағының төңірегінде 5000-нан асып жығылатын театр қызметкерлері бар. Солардың ішінен жыл сайын 7 бас лауреат деген атақ, және 7 ынталандырушы сыйлық деген сыйлық беріп жатады. Сонан соң әр театрдан 15-20 адамнан шақырып алып, осы Алматыда бүкіл дүниежүзілік халықаралық 27 наурызда болатын театр күнін үлкен мереке тойлап жатамыз. Актерсіз, режиссер ретінде спектакль қоясыз. Одақтың жұмысы тағы бар. Сонда отбасы мен туған туыстарға уақыт қала ма? Өмірім өнерімде отбасым. Сондықтан бәрін қатар алып жүруге бейілмін. Әрқайсысын жеке-жеке ойламаймын. Бәрін бірден ойлаймын. Отбасымды ойлаймын, өнерімді де ойлаймын, ұжымымды да ойлаймын. Және өзім шығармашылық жоспарларымды да қатар алып жүретін жағдайдамын. Биылғы жыл бірінші рет, алғаш рет кино өнерінде продюсерлік қызметке де араласа бастадым. Биыл Феникс деген ғылыми фантастикалық көркем дүниелік
фильмге жоғары жақтан алып, қолдау алып, фильм түсіруге кірісе бастадым. Келесі жылы тағы да үлкен бір шаруаларға бет бұратын түрім бар. Мысалы үшін, келер жылдары біздің президентімізбен кездескеніміздегі болған әңгіменің төркіні Қазақстанның тарихы жайында, хандарының тарихы жайында, біздің мемлекетіміздің хандық нелеріміздің бәрінің болғандығы жайында әңгіме болған болатынды. Өйткені мен енді хандардың рөлін ойнағаннан кейін Нұрсұлтан Әбішұлы сол маған сұрақ қойды, хандарды ойнап жүрсің бе деп. Мен ойнап жүрмін аға, әрі қарай да ойнауымыз керек, біздің еліміздің тарихын сол хандардың тарихы арқылы көрсетуіміз керек деген ойға, мысалы үшін елбасымыз оны өзі маған тапсырма беріп, қазақ фильм киностудиясы тапсырма беріп, осындай жасаңдар деген тілек білдірді. Сол тілектің үдесінен шығу үшін мен келесі жылдан бастап, Алла бұйырса, Қарасай батыр туралы үлкен проект ойлап дайындап қойдық, оны жоба дайындап қойдық, оны мына қазақ фильм киностудиясына ұсындық, оны және қазір вице-премьер Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаевқа айтып табыстап, оны әйгілеп еттік. Бұл енді біздің тарихымыздағы ерекше орын алатын ұлы тұлғаларымыздың бірі болғандықтан да осы жайлы бір фильм түсірсек деген ойымыз бар. Оны жұртқа хабарлап айтып қойдық. Бір сұхбатыңызда жастармен бірге жап-жас болып жүру оңай, ал аға ақсақал болуға дайындық керек. Егер жүрегің, санаң, ақыл-ойың есеймесе, ол үлкен трагедия деп сіз өзіңіз ақсақалдыққа дайынсыз ба? Өте орынды, ауыр және терең сұрақ қойып отырсың, айналайын. Ол сөзімнен мен қайтпаймын. Шынында да қазақтың әзіл шын аралас мақалы бар. Сақал деген ешкіге де бітеді деген. Бірақ мына өмірдің заңы да солай. Табиғат сені күтіп тұрмайды. Ақсақалдыққа дайындалып жүрсің бе, дайындалмай жүрсің бе, бір күні солаң етіп, сақалың шығады, мұртыңа қарады, шашыңа қарады. Ал кейінгі жастар өсіп өнеді. Солардың алдында аталы сөз, баталы сөз айтылатын жағдайға жеттік бе, жетпедің бе? Осы жайлы көбірек мынау ағалық, ақсақалдық жасқа келген біздің қазақ ата-бабаларымыз ылғи да уайымдаған, соған жетсем екен деп армандаған және соған дайын болған. Өзінен өзі келмейді ақсақалдық, өзінен өзі келмейді ағалық. Ол үлкен парасаттылықтан, тереңдіктен, еліне деген, жеріне деген, ұрпағына деген, тарихына деген үлкен жауапкершіліктен келетін шаруа. Сондықтан мынау ала шапқын заманда аттап-пұттап өтіп жатқан оқиғалардың арасында соның ілесінде кетіп қалмай, керісінше қазағымыздың қанына сіңген батагөйлік пен ақсақалдықты өзіңе дарыта білу үлкен көрегенділікке саяды. Аға болу жауапты іс, ақсақал болу одан да жауапты іс. Сондықтан мен өзімді ақсақалдыққа дайынмын деп айтпай-ақ қояйын көкірегімді соғып. Бірақ мұны уайымдап жүргеннің өзі сол деңгейге жетемін бе деген бір талап тілектердің бірі ғой деп ойлаймын. Жалпы мен осы өмірімде не жинадым, не көрдім, не білдім, соны кейінгіге қалдыратындай менде өре қарым бар ма деген сияқты бір тәтті және жауапты уайымның бары екені рас. Сондықтан да дайындалып жүргенім рас, дайын болуға тырысып жүргенім рас. Алла тағалам кейінгі күлкі болудан сақтасын. Алдымдағы ағаларға да осындай тілек білдіремін. Өзімнен кейінгі інілеріме де осындай алдарына үлкен бір сұрақ қойғым келеді, талап қойғым келеді. Әрбір жастың өзінің бір ерекше өлшемі бар. Сол өлшемге жету керек, арзандамай жүру керек, қымбаттап жүру керек, тереңдеп жүру керек, биіктеп жүру керек деген сөзді айтқым келеді. Ол сөзді өзіме де айтамын. Мереке күні өзіңізден қонақ кәде сұрасақ көрермендерімізге арнап. Тарихты көбірек ойлайтыным және тарихқа көбірек үңілетіндігім және сондықтан өткен ата-бабалардың өміріне ғашықтығым және соны көбірек өзіме бір бағдаршам ретінде алатындықтан да менің әндерім көбі тарихи жағдайлар, бұрынғы ата-бабалардың арманы жайларында ән болып шығады. Салғаным ағаш үйге ызбаттай пеш, Құдайым, мен пендеңнің күнәсін кеш, темір тас. Асыл ақы қарақтарым, қолымды байлаудағы арқандай шеш, ауай. Темір тас, асыл ақы қарақтарым, үкідей мен сендерді ой, балақтадым темір тас. 300-ге ой мәлім болған бір жан едім,
есіктен кім келер деп алақтадым ей деген бір керемет әндері бар. Сұхбатыңызға үлкен рахмет. Жаңа жылда отбасыңызға бақыт пен ырыс береке тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, Таңшолпанда қонақта болған Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстан театр қайраткерлер одағының төрағасы Тұңғышбай Жаманқұлов. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.